Саламатсыздар ма, балалар? Мен номері 82-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Санурзаева Данагүл Толыбайқызы. 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. Сабақтың тақырыбы ата-баба мұрасын құрметтейміз. Оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. Өлең мазмұны бойынша ақпараттарды кесте, сызба арқылы талдау. Түрлі шығармашылық жұмыстар орындау. Балалар, ата-баба мұрасы дегеніміз не? Ойланайық. Өзіңді тексер. Ата-баба мұрасы дегеніміз әкеден балаға қалған мал мүлік, жер, қазына, байлық, өнер, салт дәстүр. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осындай деп ойлаймын. Тамаша. Балалар, бүгін біз сабақта Ермек Өтетілеуұлының «Біз қазақ баласы» өлеңімен танысамыз. Ең алдымен өлеңнің авторымен танысып алайық. Ермек Өтетілеуұлы ақын, аудармашы. Ермек Өтетілеуұлы 1938 жылы бұрынғы Ақмола, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған Алақай, Балақай, Санамақтар, Баластан сияқты көптеген шығарма жинақтары бар. Балалар, өлеңді мұқият тыңдайық. Біз қазақ баласы. Бабалар мұрасы, аталар мирасы. Бар байтақ даласы, біз қазақ баласы. Дәстүрді сақтаған жеті ата бабасы. Жадында жаттаған біз қазақ баласы. Қобызын күңіренткен, қолында күй шерткен, домбыра сырласы біз қазақ баласы. Асаумен алысқан, жүйрікпен жарысқан, білген ат бағасын біз қазақ баласы. Халықтық салт нұсқа, сөз сайыс айтысқа, бар ынта таласы біз қазақ баласы. Оқуда, өнерде, үздікте, шеберде, ұрпақтар жалғасы біз қазақ баласы. Балалар, осы өлеңде қандай түсініксіз сөздер кездесті? Мирас, атадан әкеге, әкеден балаға қалатын мұра. Білген ат бағасын бұл жерде жылқы малын жақсы көрген деген мағынада. Тапсырмаға назар аударайық. Өлең кейіпкері өз ұлтының қандай мұрасын мақтан еткен? Өзіңді тексер. Өлең кейіпкері өз ұлтының байтақ даласын, салт дәстүрлерін, жеті атасын, қобызы мен домбырасын, жүйрік аттарын, айтыс өнерін мақтан еткен. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осындай деп ойлаймын. Тамаша. Тапсырма. Сөз сайыс айтысқа деген тіркестегі айтыс өнері туралы не білесіңдер?
Өзіңді тексер. Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзия түрі. Топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайыс. Жыр жарысы ақынның талантын шыңдайды. Балалар, сіздер де сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Тамаша. Келесі тапсырма. Берілген өлең шумағының мазмұнын талдау. Үлгі, өлең шумағы, бабалар мұрасы, аталар мирасы, бар байтақ даласы, біз қазақ даласы. Мазмұны, қазақтың кең байтақ даласы, ата бабамыздың бізге қалдырған мұрасы. Біз осы жердің иесіміз дейді. Балалар, тапсырманы орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауабыңызбен тексерейік. Өлең шумағы. Дәстүрді сақтаған жеті ата бабасын, жадында жаттаған біз қазақ баласы. Мазмұны. Жеті атамызды жаттап, салт дәстүрімізді сақтап келе жатқан қазақтың баласымыз. Келесі шумақ. Қобызын күңіренткен, қолында күй шерткен, домбыра сырласы, біз қазақ баласы. Мазмұны. Күңіренген қобыз бен домбырада күй шертіп, бабамыздың мұрасын жалғастырып келеміз. Жарайсыздар балалар, сіздер тапсырманы мұқият орындады деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ата-баба мұрасын сақтап, жалғастыру үшін не істеу қажет? Айтыс өнерін меңгеру, байтақ даланы қорғау, салт дәстүрді қастерлеу, жеті атаны білу, жүйрік атты баптау, ұлттық аспаптарды дәріптеу қажет екен. Тамаша балалар, сіздер бүгінгі сабақта өте белсенді болдыңыздар. Балалар, бүгінгі сабаққа білім сандығы арқылы кері байланыс жасайық. Өте жақсы түсіндім, қызықты болды десеңіз, күлгін сандықты таңда. Сабақты жақсы түсіндім десеңіз, сары сандықты таңда. Тақырып бойынша әлі ізденуім керек десеңіз, қызыл сандықты таңда. Балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасауды ұмытпайық. Сабағымыз аяқталды, сау саламатта болыңыздар.